Келесі тақырып Түргеш қағанаты 704-756 жылдар аралығында. Түргеш қағанатының құрылуы. Негізін қалаушы. Үшлік қаған 704-706 жылдар аралығында. Аумағы Жетісу, Сырдария, Тянь-Шань. Орталығы Суяб, негізгі күнгіт қосалқы. Түргештер Батыс түрік қағанатының құрамында болған ірі тайпа. 704 жылы Батыс түрік қағанаты әлсіреген соң, оның орнына Түргеш қағанаты құрылды. Үшлік қаған елді қара және сары түргештер деп екіге бөліп басқарды. Бұл жүйе ішкі тұрақтылықты сақтау үшін қолданылды. Түргештердің арабтармен және қытайлармен күресі. Сақал қаған 706-711 жылдар аралығында. Ішкі тұрақсыздық күшейді. Қытай мен арабтардың қысымы артты. Сұлу қаған 715-738 жылдар аралығында. Арабтарға қарсы соғыстар жүргізді, Тоқарстан, Ферғана үшін шайқастар. Қытаймен күресті, Тан әулеті Жетісуға шабуылдады. Түргештерді біріктірді, бірақ өз жақтастарының сатқындығынан қаза тапты. Атлах шайқасы 751 жылы арабтар мен қытайлар арасындағы соғыс. Қытай, Тан әулеті мен арабтар, аббасидтер Жетісудағы үстемдік үшін соғысты. Атлах шайқасы 751 жылы кезінде арабтар түргештер мен қарлұқтардың қолдауымен жеңіске жетті. Осы шайқастан кейін Қытай әскерлері Орталық Азиядан бір жола кетті. Түргеш қағанатының әлсіреуі мен құлауы. Ішкі тұрақсыздық. Сұлу қаған қайтыс болғаннан кейін тағы үшін талас басталды. Қара және сары түргештердің арасындағы соғыс қағанатты әлсіретті. Қарлұқтардың күшеюі. 756 жылы Түргеш қағанатының орнына Қарлұқ қағанаты құрылды. Түргештердің тарихи маңызы. Арабтар мен қытайларға қарсы күресте Орталық Азиядағы тәуелсіздікті қорғады. Жетісу жерінде өркениетті дамытып, Ұлы Жібек жолын бақылауда ұстады. Кейінгі мемлекеттердің Қарлұқ, Қарахан құрылуына негіз қалады.